Сәлем барлықтарыңызға. Бұл сабақта 2023-24 оқу жылында өткен ауыл олимпиадасы математика пәнінен 11 сыныптар 1 кезеңнің 20 есебін талдаймыз. 9 таңбалы сан АБС, ББ бірдей әріптер бірдей цифрларға сәйкес келеді, әртүрлі әріптер әртүрлі цифрларға сәйкес келеді. Осы сан 1-ден 17-ге дейінгі барлық натурал сандарға бөлінеді екен. Бұл санды тап дейді. Енді мына жерде тест болғандықтан сол қарап тұрып таба салуға болады. 1-ден 17-ге дейінгі барлығына бөлінетін болса, 2-ге де бөлінеді. 2-ге бөліну үшін сан жұп болу керек. Мына А вариант болмайды, мына С вариантта болмайды. Екеуі тақ сандар. Енді бұл мен Д қалды, сол екеуінің бірі болады. Енді 3-ке бөліне ма, жоқ па? Мына 3-ке бөлінеді. Өйткені цифрларының қосындысы 18 болып тұр, 18 3-ке бөлінеді, мына санда 3-ке бөлінеді. Мынаған қарайық, енді цифрларының қосындысы қанша болып тұр? 11, 22 болып тұр. 22 3-ке бөлінбейді, мына санның өзі де 3-ке бөлінбейді екен. Сонда Б вариант дұрыс болады екен. Осылай жылдам шығара салуға болады, тест болатын болса. Енді тест емес, осындай шартпен берілген болса, онда біраз ойлану қажет болады екен. Енді мына санды X де белгілеп ала салайын, мына санды, 9 таңбалы санды қайта жаза бермей, X де белгілеп ала салайын. Қандай да бір X деген сан болсын. Осы санды табуымыз керек. Енді X ол соңында 10-ға бөліну керек қой, 10-ға бөліну үшін соңында 0 тұру керек. X не бол бөлінеді деп тұр ғой, 1-ден 17-ге дейін. 1-ден 17-ге дейін бөлінсе, 10-ға да бөлінеді. 10-ға бөлінетін болса, соңында 0 тұру керек. Сонда Б тең не болу керек? 0 болу керек екен. Б тең 0 екен, анықтап алдық енді. Сонда мына санның түрі қалай болды? АБС үстіне сыза салайын. АБС мынаның орнында да 0 болды, А0-сы соңында 3 0 бар. Осындай сан болды. Соңында 3 0 бар болса, ол 2-ге де бөлінеді, 4-ге де бөлінеді, 8-ге де бөлінеді, 5-ке де бөлінеді. 2 мен 5-ке бөлінген соң 10-ға да бөлінеді. Қай сандарға бөлінгіштіктерін қарап шығайық. 4-ке, 5-ке, 6-ға, 2 мен 3-ке бөлінген соң 6-ға да бөлінеді. 7, 8, 9, 10, 11, 12-ге бөлінгіштікті қарастырудың қажет, жазып қоя берейін. 13, 14, 15, 16, 17, Осы жерден 2-ге бөлінеді, анық соңында 3 0 тұр, 4-ге де бөлінеді, 8-ге де бөлінеді, 10-ға да бөлінеді, 5-ге де бөлінеді. 10-ға бөлінген соң 2 мен 5-ге бөлінеді. Енді 3-ке бөлінгіштік қасиеті бар. Мына жерде қосындысын қосып берсек, 3 емес 9-ды қарастыра салайық, онда 9-ды қарастыра салайық. Сонда жазып қойсақ болады. А плюс А плюс С сонда тең болады қаншаға? 2А плюс С бөліну керек қаншаға? 9-ға бөліну керек. 9-ға бөліну үшін цифрларының қосындысын нөлдерді есептеген жоқпын, оларды қосқанмен қосынды өзгермейді. Енді осы 9-ға бөлінетін болса, 2 бөлінбейді ғой 9-ға, дұрыс па? 2 9-ға бөлінбейді. Сонда А плюсы 9-ға бөліну керек екен. А плюсы бөліну керек 9-ға. Осын жерін есте сақтайық. Енді ондай сандар, варианттар көп мына жерде. Мысалға 1 мен 8-ді алсам болады, 2 мен 7-ні алсам болады. 0 бола алмайды, мынау өйткені А мен С екеуі 0-ге тең бола алмайды, 0-ден басталмайды ғой. Сонда 9 болу мүмкін, немесе 18 болу мүмкін ба? 18 бола алмайды екен. 18 болса А мен С екеуі де 9 болу керек. екеуі де 9 болу керек.
Ал екеуі 9 бола алмайды. Бірдей әріптер, бірдей цифрларға, әртүрлі әріптер, әртүрлі цифрларға сәйкес келеді. Сонда ағасын қосқан кезде 9 болу керек екен. Сол жер осылай тұра берсін. Керек болған кезде осыны қолданады екеміз, е? Енді А нөлге тең емес, Б нөлге тең болды. С-да нөлге тең бола алмайды. Екеуі де нөлге тең бола алмайды. 1, 8, 2, 7 деген сияқты варианттар. 8, 1-ге дейін сонша 8 вариант бар. Олардың барлығын қарастырып шығу керек болады. Енді қандай варианттағы қай санды алсақ болады? Мысалға мынаны алайық, е? Мына жерде сандар бар. 11 бар, 13 бар, 17 бар. Олар 7 бар тағы да, е? 2 мен 9-ға бөліну үшін мыналарды қарастыруымыз керек деп жазып қойдық. 9-ға бөлінсе, ол 3-ке де бөлінеді. 3-ке бөлінсе, 2-ге бөлінсе, 6-ға да бөлінеді, е? Сонда 4-ке бөлінсе, 3-ке бөлінсе, 12-ге де бөлінеді. Енді бізге қайсыларды қарастыру керек? 9-ға бөлінетін жағдайды қарастырып қойдық. 7, 11, 13. 7, 11, 13 қарайық. 7, 11, 13. Сол үшеуін көбейтіп жіберсем, 77-ні көбейту керек 13-ке. 21, 2 ойда. 21 ойдағы 2 мен 231 болып 77. Қоссақ 1, 0, 0, 1001 болады екен. Мына санға қарайықшы енді. ABC. Ол 1001-ге бөлінуіне мына соңында тұрған 3 нөлдің ешқандай көмегі жоқ. Сондықтан ол 3 нөлді есепке алмай-ақ қояйын. 1001-ге бөлетін болсам, сонда мына жерде ABC-дан болады екен. ABC-ны 1001-ге мына ABC деген жерін Y деп алайын. ABC Y болсын. Сонда мына санды бұлай алсам болады екен, е? Мына санды бұлай алсам болады екен. ABC осы жерге дейін көбейту 1000, е? Мына ABC 1000 бар, сосын тағы мына жерде қосылған ABC деп жазсам, сонда 1001 ABC болды. Мынау 1001 ABC. ABC-ның орнында кез келген сан тұрса да, ол 7-ге, 11-ге, 13-ге бөліне береді екен. 7-ге, 11, 13-ге, 7-ге, 2-ге бөлінген соң 14-ге де бөлінеді. Енді 15, 3 пен 5-ге бөлінсе 15-ге де бөлінеді. 16-ға бөліну үшін енді қандай шарт орындалу керек? 16-ға бөліну үшін соңғы 4 цифрынан құралған сан 16-ға бөліну керек екен. Соңында 3 нөл тұр, С тұр, мына жерде тағы 3 нөл тұр. Енді осы сан 16-ға бөліну үшін не болу керек? Қандай шарт орындалу керек? 1000 болса бөлінбейді, 2000 болса бөлінеді, 3000 болса 16-ға бөлінбейді. Сонда С қандай сан болу керек екен? С жұп сан болу керек екен. С жұп сан. С тең емес 0 деп қояйын бірақ. Б тең 0 болды ғой. Енді қандай жұп сандар қалды? Сонда бізде С тең 2 болуы мүмкін. Немесе 4, 6, 8. Осындай 4 түрлі вариант бар. Сол варианттарды қарастырамыз енді. Бірінші С тең 2 болсын. С тең 2 болса, А қанша болады? Қосқан кезде 9 шығу керек. А тең 7 болады, е? 702,
2 0 0 0. Endi mınalarning barına bölünетін көрсетіп қойдық, ya. Тек қана қанша қалды? 17 қалды, ya. 17-ге бөліне ма, жоқ па, соны анықтауымыз қажет. 17-ге бөліне ма, жоқ па, соны анықтау қажет болады екен. Енді 17-ге бөлінуіне мына соңында тұрған 3-0 ешқандай көмектеспейді. Мынанда мына соңындағы 3-0-дің ешқандай көмегі жоқ екен. 17-не бөлінуіне. Өйткені 17-ге бөлінбейді. Мына жерде тұрған мынаны 702 көбейтілген 1001 деп жазсам болады. 1001-дің де 17-не бөлінуіне ешқандай көмек жоқ. Өйткені 1001-де 17-ге бөлінбейді екен, ya. Сонда мен тек қана 702-ні тексерсем 17-ге бөліне ма, жоқ па, сол жеткілікті болады екен. Бөліп көрем енді, басқа амал жоқ. 3-ге көбейтсем 4-ге көбейтсем 68 болады, ya. 22 17-ге бөлінбейді. Мына вариант болмайды екен. Енді сының орнына 4 қояйын, сонда A5 болады. A5 болады. 504-ті бөліп көрім керек. 17-ге 510 болса бөлінетін еді, ya 30 болатын еді. Оған 6 жетпей тұр, мынау да бөлінбейді. С тең 6 болсын енді. С тең 6 болса А тең болады 3. 306 деген, ya. 306 деген. 306 деген сәйкес келеді. Мына жерде тауып қойып едік қой бағана 306-ын. 306-ын 17-ге бөлейік. Бір рет бар. 17-ні азайтып жіберсек 13 болады. 13. Соңында 6 тұр, демек 8 рет бар. 18 шығады екен. Осы бөлінеді. 306 соңында 3-0 тұр. Осылайша мына жауапқа жетуге болады екен. 306 000 деген жауап болады екен. Сонымен мына есеп шықты. Сау болыңыздар.